Бұл бір болжама, үрлемей от жанама, көре жатар өлмеген, көзбен көрмей нанар ма? Ғаділ бейі таусылып, ғаділетсіз бей шығар ма? Өтірікпен күнелткен, елге тұлға бола ма? Жарлының ұрлап жалғызын, жылатады ұл қызын. Әділетсіз әкімің, тентекке тыйым салар ма? Алдамшы бұзық елде көп. Бір нәрсені алдап жеп, айтқан сертте тұра ма? Денсаулық бар болса, жаратушы жар болса, залымнан жәрдем сұрама. Жоқтан бар ғып жаратқан, кең дүниеге таратқан, мың рахмет айтыңдар. Атаң менен анаңа, жаратушы Аллаға. Қазақ деген халықтың сөйлеген сөзі жалғанда, зекетсіз малы харамды. Кім мұсылман, кім кәпір, бір құдайға аянды. Қолында тұр ұрлығы, көңілде тұр зорлығы, баласын беріп молдаға, берілген болып Аллаға. Дүниеге көңіл бұрылды, қожа молда көбейді, өлімнен қайыр тілейді, арамдығы ішінде. Елде күнә көбейді, темір қазық жағынан, балгер бақсы көбейді. Ғайып болып сағымнан, ауруларды сағынған, ауру қатын көрінсе, артын сипап емдейді. Бұл не деген қағынған, қожа молда балгерің, алдауында қоймайды, алуында қоймайды. Бұл не деген жырынды. Кешірмейді құдайым, кісі ақысын жегенді. Қиямет машғар күнінде, құрт құмырсқа қаптатып, шырылдатып шыңғыртып, сонда денесін талайды. Қара тауық, жүрген жерің сондай қауіп. Жеті дұшпан балғында, әлде кімге болар қауіп. Талай жас қыздарың, ұяттан безіп буаз болады. Сынған пірің молда шүкіріп, бір құдайға шет болады. Мұсылмандыққа жеткенше, адамдар бір-бірімен өштесіп қас болады. Мұсылмандыққа жеткен соң, сонда ғана бар ел болады.